Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі 112 сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Ал егер арнама жазылған болсаңыздар, онда бүгінгі сабағымызды бастайық. 39-шы жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп, қалқып жүрген үйрек боп, інім тұрды қыңқылдап, жүзуді аға үйрет деп. Көлдің үстін сызғылап, жүзген қаздар ызғынақ. Құрық қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйренуден жалықпай, іні шегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзу шымыр болуға, сергек жүруге көмектеседі. Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Суда жүзуді үйрену үшін жүзу үйірмесіне қатысу керек. Өлеңдегі қарамен жазылған берілген сөздердің мағынасын сөздіктен біліп ал. Бұл жерде дәрменсіздік дегеніміз іске шамасы келмеу, әлсіреу деген мағынаны білдіреді. Келесі, жалықпай дейді, яғни жалығу деген сөзіміз ол еріну, жасағысы келмеу деген мағынаны білдіреді. Ызғын дегеніміз қалың, көп деген мағынаны білдіреді екен. Келесі 40-шы жаттығуға назар аударайық. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Бір қатар, бірінші қатар, 3 орын, 3-ші орын, 9 мектеп, 9-шы мектеп, 6 сынып, 6-шы сынып болады. Келесі 41-ші жаттығу өлең жолдарының ретін тауып жаз. Асыр салып баладай, зыр жүгіріп бағады, ақ сүт берген анадай, сусындатып даланы. 42-ші жаттығу шығармашылық үзіліс, жағдаятты оқып сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Енді сұрақ, Арман не істеді деп ойлайсың? Арман ағашты сындырып жатқан балаларға ескерту жасап, ағашты сындыруға болмайтынын айтты. Арманның орнында сен болсаң, не істер едің? Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.